Саламатсыздарма? Нөмірі 58-ші жалпы орта білім беретін мектептің көркем еңбек пәні мұғалімі Ашықбай Айнұр Дүйсенқызы. Сабақтың тақырыбы материалдар мен құрал жабдықтарды дайындау. Сабақтың мақсаты тігін машинасының жұмысында ақауларды анықтау және жөндеу. Тігін өнеркәсібіндегі білім беру мақсаттары: материалды дұрыс таңдау, құрал жабдықтарды тиімді пайдалану, тігіс түрлерін меңгеру және қауіпсіздік ережелерін білу. Қазіргі тігін машиналары: тұрмыстық тігін машинасы, өндірістік тігін машинасы, кестелеу тігін машинасы. Тігін машиналарының түрлері: тұрмыстық және өндірістік. Тұрмыстық күнделікті өмірде қажеттілерге пайдаланылады, үлкен көлемді материалдармен және күнделікті ұзақ уақыт жұмыс жасауға арналмаған. Олар электромеханикалық, компьютерлендірілген, кестелеуге арналған, торлайтын болып бөлінеді. Өндірістік үлкен тігін кәсіпорындарында және фабрикаларда өндірістік мақсатта қолданылады. Олар киім тігуге арналған, кестелеуге арналған, арнайы болып бөлінеді. Арнайы бұл үлбір тігуге арналған, аяқ киім тігуге арналған және кілем жиегін торлайтын тағы басқа. Шөлмекті тігіс машиналары: түзу тігімді, ирек тігімді. Шөлмекті тігіс тігімі. Тігістің пайда болу схемасы. Тігіс өнеркәсібі анықтамасы. Тігіс түрлері, негізгі сипаттамалары: тігім тігісі. Негізгі тігіс киімнің құрылымын құрайды. Оверлок шеттерін өңдеу, тігістерді бекіту. Кесте эстетикалық безендіру, сәндік тігістер. Жапсырма тігістері материалдарды біріктіру, арнайы конструкциялар үшін. Тігіс сапасының маңызды белгілері: тегіс тігістер, мықты тігістер, созылмалы тігістер. Материалдар мен құрал жабдықтарды дайындау тақырыбында өткізілген сабақтан үзінді. Практикалық жұмыс: ақауы бар машина тігімдерінің үлгілерін қарастырады. Тігін машина жұмысындағы ақау түрлерін және оны түзету тәсілдерін анықтайды. Мәлімет